Қыздар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, бүгін менде мынандай закускаға, осындай горбуша балыққа жинап тарелкаға салып беруге заказ түсті. 5 балық. Тура осылай етіп қазір жасайтын боламыз оформлениесімен, иә? Ол үшін мінекей қуырылған балық, оны мен қуырдым. Горбуша балық міне осындай етіп бөліп, содан кейін тұздап, 15 минуттан кейін, 20 минуттан кейін қайнап жатқан ыстық майға салып қуырдым. Оның түк оқуы жоқ, оны бәрі біледі ғой. Ешқандай ұнға аунатқан жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Просто тұздадым. 15-20 минуттан кейін ыстық майға салып қуырдым. Енді оформлениесінен бастайық. Мінекей менде лимон қолымда, жіңішке дөңгелек етіп турап алдым. Одан кейін тарелкаға салатный лист, салат жапырағын осылай салып шығамын. Мынау менде овальный тарелка, жоғарғы жағына ғана салам да, мына салат жапырағын. Жоғарғы бөлігіне ғана саламын, өйткені балықты жоғары бөлігіне ғана салам. Ал төменгі бөлігін мен оформление жасайтын боламын. Зеленмен және помидормен. Сонымен бірге лимонмен жасайтын боламын оформление, сондықтан міне қарап отырсаңыздар болады. Үйге түскен заказ маған құдалыққа. Қазір мына балықты тура осылай овальный етіп, кішкене қисайтып, тура осылай қойып шығатын боламын. Ең бірінші осылай қойып алыңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Негізімен мұнда 5 тарелка, бүгін 5 тарелканың барлығына бірдей зелен бірінші салып шығамын, салат жапырағын, содан кейін барып балықты салып шығамын, одан кейін оформлениесі кетеді. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, ең алдымен осы қуырылған балықтарымды өстіп қойып аламын. Менде қазір мұнда 5 балық қуырылған, мынандай кусоктар 42 кусок. Мен әрбір тарелкаға 7-8 кусоктан қойып шығатын болам, балықтың басы мен құйрығын қоспағанда. Мінекей, санап алайын. Мына жерде общий 42 кусок болып шықты. 7-8 штуктан қоямыз. Ең соңында мінекей қазір балықтың құйрығын қоямыз. Сіздерге көрініп тұр ғой, менің мына телефоным бар ғой, қыздар, қайта қисайып кетіп жатыр. Дұрыс істемей жатыр, бірақ өзім асығыспын. Негізі оның бәрін жөндеп жатуға менде уақыт жоқ. Қазір алып кетеді осы заказымды. Мынау горбуша балық. Көріне ме? Қайыршы, телефоным құлап қалды. Қыздар, мынау балық қалай салынғаны түсінікті ғой, иә? Қазір мінекей ең бірінші өзі мына нені жіберіп алайыншы. Міне мынандай болып шықты. Иә? Бірінші ең алдымен осыны жіберіп алайыншы. Қазір одан кейін асықпай сіздерге көрсететін болам. Иә, оформление мына помидор, гүл, соларды қалай жасалғанын. Міне мынау лимон. Мынандай екіге бөлдім. Содан кейін арасына осылай қыстыра салдым. Түкте қиындығы жоқ, қыздар. Болды. Көзіне мінекей ана помидор қойдым, кішкентай помидор. Вот, қазір мына гүлді қалай жасалатынын сіздерге көрсететін болам, иә? Болды, түкте қиындығы жоқ. Алуа, міне закускалар дайын болды. Қыздар, міне клиентқа закускасын жібердім. Енді сіздерге көрсеткім келіп тұр. Жаңа мінекей осылай жапырақты жайдым ғой тарелканың үстіне. Иә, менде биік тарелка. Соның үстіне осылай қылып үстіңгі жағына ғана жайдым. Енді одан кейін балық қойып шығамыз. Иә, көрсеттім ғой балық қоюды. Енді помидор. Помидорды осылай екіге бөліп алдым. Бөліп алдымдағы шетін алып тастадым. Одан кейін жіңішке етіп осылай турайсыздар. Пышақтарыңызда жіңішке болсын, кішкентай болсын, өткір болсын. Міне осылай етіп турап аласыздар. Жіңішке етіп турап аласыздар. Екі шетін алып тастайсыздар. Содан кейін осылай ұзыншақ етіп созып аласыздар. Сіздерге түсінікті ғой қалай болып жатқаны, иә? Міне, ұзыншақ етіп. Мына помидордың негізінде жұмсақ болғаны дұрыс. Қап-қатты шақи батқан помидорға қарағанда осылай жұмсақ болғаны дұрыс. Одан кейін шетінен бастап орайсыздар, қыздар. Міне, шетінен бастап ораймыз. Міне, көрініп тұр ғой сіздерге, иә? Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, иә? Әлде қаншама оформлениелерді сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, гүл жасап жатырмын мен. Түкте қиындығы жоқ. Шетінен бастап ирелеп орадым, жылан сияқты орадым. Содан кейін әкелдім да, міне тарелканың бір шетіне қоя салдым.
болды. Енді зелень. Мынау петрушканың кудряшка дейтін петрушка. Содан гүл жақсы жасалады. Мен осылай букет жасаймыз. Барлығының бойы бірдей етіп, өстіп қойып аламыз. Міне көрініп тұрма сіздерге? Міне барлығы бір бойда болсын. Букет қой енді жасап атқанымыз. Осылай қылып қойып аламыз дағы. Одан кейін оны үземіз. Хоп, міне осылай. Сосын қоя саламыз. Енді қыздар, енді ана роза гүлінің маңайына, жан-жағына тоже осы жапырақты қойып шығайық, әдемілеп. Одан кейін лимонмен, қыздар, жаңа помидормен қалай жасадым, гүлді. Тура солай етіп лимонмен, апельсинмен де жасасаңыздар болады. Мына жаққасына қойып қойыңыздар, апельсиннен жасап, тоже екіге бөліп, сақтап, турап, жаңағы сияқты ұзыншақтап, содан кейін ирелеңдетіп орайсыздар. Міне болды. Енді ары қарай өз фантазияларыңызға байланысты. Жаңағы балығымыздың оформлениесі осылай кетті. Ортасына қара маслина қойсаңыздар болады. Міне мынау сияқты. Тура осылай оформлениеміз жасалды, қыздар. Қыздар, арнаға жазылып кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.